Шырмалған тағдыр екінші бөлімі. Қазым әйелі Ниниді іздеп шыққан еді. Ол қолындағы жасырып жүрген жарасын орап тұрған матаны қырықпақшы болды. Қандан болса Мәжидеден Стамбулға жеттің бе деді. Жоқ, мен пойыздамын. Бір Ахмет Ішілік деген жігітпен таныстым деді. Мүмкін сенің тағдырың шығар ол деді. Хандан қайдағын айтпа деді. Сол кезде Ахмет келіп қызыл орамалын есік тақылдатып Мәжиденің вагонына тастап кетті. Жиһангер болса мен ферманы мен аламын. Аға маған тастайды, көресің. Ахметке бермейді. Мен оны қайтсем де ферманы маған бергіздіремін деді. Жиһангер, сен жеңгең не үшін сенің де жүр? Мұңдырмайым сені деді. Сол кезде Қазымбек құлап кетті. Қазым ауру ұстап жерге құлады. Мәжиде Стамбулға жетті. Сол кезде Ахмет жеткізіп салайын деді. Жоқ, рахмет деді. Бәрібір де Мәжиде такси таппай Ахметтің көлігіне отыруына тура келді. Сол кезде құрбысына мекенжайды дұрыстап жіберші, қандай мекенжай екен таппадым деді. Мен Ахметтің көлігіндемін деді. Сөйтті де Мәжиде көліктен сол жерден түсіп қалды. Екеуміз кешкі асқа барайық деді. Жоқ, рахмет деп кетіп қалды. Сол кезде Ахмет Мәжиденің сумкасын жасырып қалып еді. Оны айтқан жүргізушінің аямай ұрды. Нерман болса қайнысы Жиһангердің үйіне келіп жүр. Ахмет анасына келді. Сен менің сүйікті ұлымсың ғой балам деді. Мәжиде өзі ұнатқан қонақ үйге жайғасты. Қуанышты. Сөйтті де апасына хабарласты. Ана, мен жеттім. Жағдайым жақсы деді. Қызым, копилканы істедің, өткіздің бе деді. Жоғалтып алған жоқсың ба қызым деді. Сен пойыздағы жігітпен жетіп алдың ба деді. Қайдағы жігіт? Апа, келе салып жігіт жоқ қой маған деді. Сөйтті де визитканы алып Ахметке қоңырау шала бастады. Ахмет, мен Мәжидемін ғой. Менің сөмкем сенің көлігіңде қалып кетті деді. Жарайды, екеуміз кешкі асты жолығайық деді. Мәжиде Сарамен кездесті. Өзі курс оқимын деп өзінің емшілік қасиетін дамыту үшін осы елмен хабарласып келген екен. Қазым болса ауруханаға келіп, мен не үшін ауырып қалып жатырмын деді. Сізде бәрі жақсы, психикалық деді. Қандай психикалық деп ашуланып кетті. Сол кезде Қазым Жиһангердің үйіне келіп, әйелі Нериманды іздеп жүрді. Сөйтті де бір дәрігерді жұмыстан шығару туралы бұйрық беріп, жұмыстан шығартып жіберді. Жиһангер, мен саған сені тапсырсам да болмайды екен ғой деді. Қандан Мәжидемен сөйлесіп жатыр. Жігіт не болды деді. Жұма күні кездесетін болдық деді. Қазым әйелі Нериманға келіп, екеуміздің ең алғаш сүйіскеніміз есіңде ме деді. Әрине, барлығы менің есімде деді. Мәжиде Ахметке, мені қонақ үйден сағат 7-лерде алып кетерсің жұма күні. Сол кезде кездесерміз. Менің сөмкеме абай бол деді. Жарайды деді. Сол кезде Ахмет ағасы Қазымға келді. Аға, қалайсың деді. О деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп кетеміз.